Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз картоптан чипсы жасаймыз. Мынандай құрылғыны, көкөніс ашитын құрылғыны пайдаланамыз. Өздеріңіз көріп біліп жүргендей. Осыған дейін біз дискіні пайдаланған болатынбыз. Енді осы затты пайдаланамыз. Біз картопты аршып, тазалап қойдық. Одан кейін оны суға салдық бір сағаттай крахмалын кетіру үшін. Немесе сіз крахмалын кетірмей қойсаңыз да болады, егер асықсаңыз. Картопты алдық. Енді былай аршуды бастаймыз. Не көрдіңіздер ғой? Өте жұқа шығып жатыр. Өткендегі тәсілден де дискімен пайдаланғаннан да жұқа сияқты картоп. Ал егер картоп пышақпен кессе, мысалы, былай бұндай болып шықпайды. Қанша пышақ өткір болса да. Ал мына көкөніс кесетін құрылғыдан ол өте жұқа болады. Осыны аламыз, мінекей кестік. Міне көрдіңіздер ғой. Міне көріп тұрғандарыңыздай біз чипсыды турап болдық. Енді мынадай орамалдың үстіне қойып, салфетканы енді оны кептіріп аламыз. Құрғатып болдық, енді тұздаймыз. Неше түрлі дәмдеуіштер болса алады, бірақ мен көбіне тек тұз қосам. Қазанға майды құйып, көбірек май құямыз. Оны алдын ала қыздырып аламыз. Әбден қызған майға салу керек картопты. Себебі чипсіміз шықпай қалуы мүмкін. Енді жайлап майға саламыз. Мінекей бізде мынадай чипсы шықты. Енді үйде жасалған, балаларға беруге болады. Дүкеннің чипсынан әлдеқайда жақсы әрине. Енді өткендегі сұрақтарға жауап берейін мен. Өткен видеоға түскен сұрақтар. Чипсыды салғанда, мысалы майға, қазанға, ол кезде аздап салыңыздар. Себебі қатты көп салсаңыздар, чипсы дұрыс піспей қалады. Кішкене аздап саламыз. Дүзді белгілі бір мөлшері жоқ, көзбен өлшеп саламыз дүзді. Және уксус қосуға болмайды. Кейбір көрермендер айтқан екен, уксус қосуға бола ма деп чипсыға. Және негізі чипсыды, картопты құрғатып салған жөн. Қатты су күйінде салмаңыз. Су күйінде салсаңыз, әрине ол жабысып қалады, кейбір адамдар жабысып қалып жатыр дейді. Тағы бір сұрақ келген екен, микроволновкаға істеуге бола ма деген чипсыды. Әрине болады микроволновкаға, оны да тағы да келесіде істеп жатармыз. Міне осындай мен мынадай құрылғымен жасадым. Бүгін чипсыды жұқа шықты деп ойлаймын, әдемі шықты деп. Өткенде мен дискімен істегем, чоркіге диск салып. Оның сілтемесін осы видеоның астында берем сіздерге. Соған кіріп екеуін салыстырып қараңыздар. Сосын пышақпен кесуге бола ма дейді чипсыды. Меніңше пышақпен кескен ол қатты жұқа шықпайды. Осы үйде жасап көріңіздер. Көргендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.